Қазақтар арасында Сайын хан деген атпен белгілі Бату хан әйгілі батыс жорығынан 1243 жылы жайықпен Еділдің бойына қайтып оралды. Осы екі өзеннің аралығында Алтын Орда деген атпен белгілі ең алып империяның негізін қалады. Оның шаңырағы көтерілген жер Еуропа мен Азияның түйіскен жері болатын. Бұл жағдай мемлекеттің Еуразия құрлығындағы маңызды рөл атқаратынын айқындап берді. Бату хан орта ғасырлық далалық ең қуатты империяның негізін қалаған болатын. Оның қол астында Ертістен бастап батыстағы Дунай жағалауына дейінгі аралықты қамтып жатқан алып мемлекет болды. Ал ол мемлекет 60 әкімшілік иелікке бөлінді. Оларды әр жерде, әр аймақта өзінің басқарушылары болды. Алтын Орда ұлы далада 2,5 ғасырдан астам уақыт өзінің билігін жүргізді. Осы уақыттың ішінде таққа отырып, өз үстемдігін орнатқан 50-ге жуық билеушілер, әміршілер өмірден өтті. Міне, Алтын Орданың құрылмай тұрған кездегі тарихы әрине ол Шыңғыс ханның империясынан бастау алады. Сондықтан біз ең алдымен Шыңғыс хан империясы, ал сол империяның негізін қалаған Темучиннің тарихын айтуымыз керек. Негізінде күнтізбе бойынша шығыстың күнтізбесінде доңыз, яғни 1155 жылы осы үлкен далада әлем тарихында ең бетбұрыс кезең орын алған болатын. Міне сол жылы Моңғолдың сардары Есугейдің отбасында ұл бала дүниеге келеді. Оған Темучин деген ат қояды. Темучин бала күннен бастап нағыз жауынгерлік рухта тәрбиеленеді. Оған өткен бабаларының ерлігі үлгі болды. Тіпті әкесі Есугейдің өзі халық батыры болатын. Оны баһадүр деп құрметтеген. Бірақ Темучин әкесі сияқты баһадүр болмады. Себебі аш құрсақ өткен бала күндері, ауыр жастық шағы оған әсер етпей қоймады, яғни физикалық дамуына. Әлем тітіркендірушісі атанған оның өмір жолы атақты Моңғолдың алтын шежіре немесе моңғолдардың құпия шежіресінде бүге шүгесіне дейін жазылған. Өйткені тарихшылардың өзі бұл шежірені құпия шежіре деп айтуының өзі бұл шежіреде өте құпия далалы көшпелі тайпалардың өмір жолдары, олардың салт дәстүрі, әдет ғұрыптарына дейін түгел жазылған болатын. Темучиннің анасы Ойлун екені белгілі, бірақ бір қарағанда мұнда үлкен құпия жатыр. Яғни бұл бір қарағанда байқалмауы мүмкін, бірақ Ойлунның өзінің үлкен құпиясы бар, тарихи. Неге десеңіздер, Есугей, яғни Темучиннің әкесі, Ойлунды Меркіттің сардары Челетуден күштеп тартып алған болатын. Былайша айтқанда, Ойлун, яғни Шыңғыс ханның анасы, күшті адамның қолына енші ретінде тиген болатын. Мұндай жағдайлар көшпелі халықтардың арасында жиі болып жатты және бұл өзара тайпалардың арасындағы достықты бұзып, жауласуға дейін алып келіп жатты. Олжаға айналған осы Шыңғыс ханның анасы, яғни Ойлун, қожайынның шаңырағында қандай орын алғандығы айтпаса да түсінікті шығар. Ойлун Есугейден ұл тапқанға дейін Челету оны талай рет құтқармақта болады. Кейіннен бұл ойынан бас тартуға мәжбүр болады. Ойлун Темучин, Кашигун, Хасар, Темуге-Очигин деген 4 ұлды және Темулун есімді бір қызды дүниеге әкеледі. Жалпы көшпелі халықтарда көп баланы дүниеге әкелген әйелдерді өте құрметтеп сыйлаған. Есугей баһадүрдің 2 әйелі болған. Оның бірі Сочигил, екіншісі осы Ойлун. Сочигилдің ауылы көрші ауылда, ал Ойлун тайпасы Тайшуат тайпасы ауылында тұрған. Есугей жалпы екеуіне де тең қарағандығы туралы айтады, яғни балаларын бөліп жармаған. Темучинді әкесі бала күнде Қоңырат тайпасының көсемі Дай шешеннің Бөрте есімді қызымен атастырады. Дәстүр бойынша күйеу болашақ қайын жұртымен танысып, қалыңдығының туыстарымен белгілі бір уақытқа дейін бірге тұруға тиіс болған. Сондықтан Есугей Темучинді Дай шешеннің ауылына ертіп әкеліп, ал өзі кейіннен үйіне қайтады. Міне осы кезде жалпы моңғолдардың тарихында өте бір өзгерістік кезең белең алады. Бұл Есугейдің өмірден өтуіне байланысты болатын.
Темучинді өзінің, яғни болашақ жарының үйіне апарып тастағаннан кейін үйіне қайтып келе жатқан жолда Есугей татарлармен кездесіп қалады және жолшыбай осы жерде татарлардың жеріне тоқтап, онан ас ауқат ішуге аялдайды. Осы жерде Есугей астан уланып, бірақ үйіне аман есен жетіп болған жайды айтқаннан кейін көз жұмады. Есугейдің осылай өмірден өтуі моңғолдар мен татарлардың арасында жалпы Темучиннің болашақ тағдырына да әсер еткен болатын. Осылайша ашық майданда жеңіліс таппаған Есугей дұшпандарының қолынан уланып өледі. Есугей баһадүр осылайша өмірден өткеннен кейін Ойлун оның аға інілерінің біріне иелігіне берілуі тиіс болған, яғни дала заңы бойынша. Ол замандарда соғыста олжаға түскен әйел мен одан туған бала дүние мүлікпен тең саналатын кездер еді. Жалпы қожайын өмірден өткесін олар бір туысқанына беріледі немесе соның бір есігіндегі малайдың біріне айналып шыға келеді. Өйткені біреудің есігінде жетім жесір деген атты бар, олар заңды мұрагерлерден қашанда төмен тұрған. Ойлуым былайша айтқанда оған қарсы шығады. Балаларының да өзінің де өмірін өксітіп біреудің есігінде өткізгісі келмейді. Өйткені ол замандарда ата-баба салтын ұстанған дала заңы бұзылған жағдайда бұл қарапайым халықтың қатты қарсылығын туғызатын болған. Яғни халық бірігіп ондай адамдарды елден жырақтатып жіберген. Сондықтан Ойлун мұндай қорлыққа шыдамай ауылды тастап кетіп қалуға мәжбүр болады. Былайша айтқанда Ойлунның бұл мінезі нағыз сол кездегі дала заңына қарсы шыққан, төңкеріс жасаған әйелдің бейнесін көруімізге болады. Жат қылықты басқаларға үлгі болу мүмкін екендігі де ескеріледі. Тайшуыттар осылайша Ойлун мен оның балаларын тағдырдың тәлкегіне тастап, оны ауылдан қуып шығады. Ойлун бұл жерде жалғыз кетпеді, ол өзінің балаларымен және кәрі қызметшісін ерткен Сочигел деген, яғни Есугейдің екінші әйелімен бірге ауылдан жырақ кетті. Екі жесір әйелді тағдырдың тауқыметі біріктірген болатын. Аш, мұқтаж болса да, олар тағдырдың бұл сынағына төзімділікпен қарады және ұсақ кеміргіштерді аулап, жеуге жарамды шөптердің тамырларын теріп күн көруге мәжбүр болады. Жалпы алтын шежіреде, яғни Ойлунның күні бойы өзен бойлап азық іздеп тыным таппайтынында өте бүге шүйгесіне дейін баяндалған. Ол балаларының қамын ойлап, осындай қоғамның қатал тәртібімен келіскен болатын. Балаларына моңғолдардың арғы түп анасы Алан-го жайлы хикаяларды айтып береді, соған дайындайды. Ойлун тағдырдың теперішіне мойымай, одан әрі өмір сүруін жалғастыра берді балаларымен бірге.